Шымкент қалалық білім басқармасына қарасты жеңіл өнеркәсіп және сервис колледжі тігін және тоқыма өндірісіне мамандар даярлайтын бірегей оқу орындарының бірі. Мұнда бүгінде 1100-ден астам студент білім алып жатса, жастарды заман талабына сай кәсіп түрлеріне баулу мақсатында колледжде сұранысқа ие мамандықтар оқытылады. Мәселен, тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу мамандығы бойынша студенттер қосымша арнайы тігінші, модельдер пішуші, технолог біліктіліктері меңгеріп шықса, тоқу өндіріс бойынша тоқушы біліктілігі беріледі. Ең басты жас маман жобасына іріктеліп алынған колледждер қатарына еніп, 371 миллион теңгеге заманауи құрал жабдықтармен қамтылған оқу ордасының материалдық базасы нығая түскен. Осының есебінен жеңіл өнеркәсіп және сервис колледжінің оңтүстік арнайы экономикалық аймағында арнайы құзыреттілік орталығы құрылса, онда колледждің бірнеше өндірістік шеберханасы орналастырылған. Жеңіл өнеркәсіптің құзыреттілік орталығын құрудағы мақсат арнайы экономикалық аймағындағы кәсіпорындар арасында инновациялық бағдарламалар мен технологиялар тәжірибесін енгізу. Оқыту бағдарламалар арқылы өндіріс пен педагогтарды, мамандарды, сарапшыларды қайта даярлау, WorldSkills стандарттары бойынша чемпионаттарды дайындау және үздік әлемдік тәжірибелерді енгізу болып табылады. Кәсіптік білім мекемесін бітіруші мамандарға еңбек нарығында сұраныс жоғары. Бұл бағытта оқу орны Шымкент қаласындағы 32 ірі кәсіпорындармен тығыз әлеуметтік әріптестікте жұмыс жасайды. Ал колледждің өндірістік оқыту шеберлері осы кәсіп түрі бойынша білім алып жатқан студенттерге киім тігу мен пішуді жан-жақты үйретіп, білікті маман атанып шығуларына атсалысады. Сондықтан мұнда қыз балалары күнделікті тігін машиналарымен жұмыс жасап, ұлттық үлгідегі сондай-ақ сәндік киім үлгілерін тігумен айналысады. Осылай деген жеңіл өнеркәсіп және сервис колледжінің директоры Гүлмира Тағаеваның айтуынша, жетістігі мол оқу ордасы жеңіл өнеркәсібі мықтап дамыған Түркия елімен де байланысын нығайта түскен. Армысыздар, қадірменді көрермендер, бүгін бізде сұхбатта Шымкент қаласындағы іргелі оқу орындарының бірі, яғни жастарға орта арнаулы кәсіптік білім беріп келе жатқан бірнеше жылдық тарихы бар, кезінде нөмірі 5 колледж деп аталды, осы училище болды. Бүгін таңда жеңіл өнеркәсіп және сервис колледжінің директоры Тағаева Гүлмира Жаппарқызы. Соңғы жылдары өзі президенттің өзі айтып өтті, мынау техниканың тілін түсінетін, одан кейін жұмысшы мамандар даярлауға елімізде үлкен басымдық беріліп жатыр. Осындай Шымкент қаласындағы іргелі оқу орнының басшысы ретінде бүгінгі таңда осы өзіңіз басшылық етіп отырған оқу орнында атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталып өтсеңіз, оның ішінде мынау жас маман деген жоба сәтті жүзеге асырылып келе жатыр. Шымкент қаласы білім басқармасына қарасты жеңіл өнеркәсіп сервис колледжі шынында да 80 жылдан астам тарихы бар оқу ордасы болып табылады. Қазіргі таңда жаңа сұранысқа өте жоғары жеңіл өнеркәсіп саласына қажетті екі негізгі бағыт бойынша білім беріп келеміз, ол тігін және тоқыма саласы бойынша. Ал енді колледжде оқитын студенттерге келетін болсақ, дәл қазір осы оқу жылында 1100 студент білім алады. Оның ерекшеліктері бар. Мысалы үшін, сол 1100 студенттің ішінде 74-і мүмкіншілік шектеулі балдар. Одан бөлек жаңағы қалғаны өзіміздегі Шымкент қаласы оңтүстік өңірінен шыққан балдар білім алады. Білім алу уақытына келетін болсақ, 2 жыл 10 ай бар, 10 ай бар, 1 жыл 10 ай бағыттармен келе береді. Ол жаңағы өзінің білім алушының қандай мамандық алатынына керек, байланысты уақыт мерзімі солай шектеле береді. Оған қоса біз осы жұмыспен қамту орталығымен тығыз жұмыс жасап, 3 айлық курстар оқытамыз. Жұмыссыз, пенсияға шыққан азаматтар қосымша біліктілігін аламын десе, оған жәрдем береміз, сертификат беріп келеміз. Ал енді колледждің бүгінгі таңдағы тарихына келетін болсақ, білім саласындағы барлық әрекет, ол өзіңіз білесіз, осы жылға дейін Қазақстан Республикасының білімді ғылымды дамыту мемлекеттік бағдарламасы болды. Қазір ол білімді ұлт болып өзгерді. Соның ішіндегі белгіленген индикаторды орындауға бізге тапсырма берілген. Әр жылда біз не істеу керекпіз? Сол тапсырмалардың бәрін орындап келе жатқан бірегей ірі оқу ордасы болып келеміз. Осы өткен жылдың жаңағы индикаторының бәрін 100% орындаған колледж болып келеміз. Оның ішінде жаңағы қолжетімділік, ол мүмкіншілігі шектеулі балдарға білім беру. Оның ішінде өзіңіз білесіз, жұмысшы мамандардың WorldSkills чемпионаты деген бар. Ол дүниежүзінің чемпионаты, Евро чемпионаты бар, Азия чемпионаты бар. Сол чемпионатқа Қазақстанның чемпионын дайындайтын колледж болып келеміз. Ал енді колледждің материал-техникалық базасына келетін болсақ, 2019 жылы жастар жылы деп жариялаған жылда елбасы тапсырма берген болатын. 180 колледждің материал-техникалық базасы жаңартылсын, соңғы үлгідегі құрал жабдықтар алынсын деп. Сол тапсырмаға сәйкес біз ЕГОФ арқылы балловый отбормен бірінші
кезекте қаржыландырған колледж болып табыламыз. Сол жас маман аясында біз соңғы үлгідегі тігін және кестелеу бағытындағы соңғы үлгідегі Жапония, Италия құрал жабдықтарын алдық. 274 миллион қаржыға. Оның нәтижесінде осы ғимаратымызда 5 мастерской толығымен жабдықталды. Сосын біз Қазақстанды жалғыз біз оңтүстік экономикалық аймақта құзыреттілік орталық аштық. Ол жерде 10 соңғы үлгідегі бірнеше бағыттағы жабдықталған мастерскойлар ашылдық. Мысалы үшін ол ішінде былғарыдан тігетін, ауыр жаңағы матадан тігетін, раскройный комплекс, трикотаж, матаның бірнеше түрін лазерный обработкамен алынатын құрал жабдықтар алындық. Ол енді шында да ол жерде тұрған құрал жабдықтар бүгінгі таңда жаңа WorldSkills чемпионатында, EuroSkills чемпионатында, AsiaSkills чемпионатында қолданылатын құрал жабдықтар. Талаптың өзі солай қойылған болатын. Ал енді ол құрал жабдықтарда білім алған біздің студенттеріміз ол енді 2-ші курстан бастап оператор швейного оборудования, былайша айтқанда тігін саласының қандай машинкасы болса, соның барлығында жұмыс істей алады деген дәрежені білдіреді. Ал енді жас маман жобасы бойынша сол алынған құрал жабдықтарды кім істейді, қалай істейді деген сұрақ туындайды. Осы жылда біз алған Жапонияның Juki компаниясының Қазақстандағы өкілеттілігі келіп, біздің 40 маманымызды оқытып, оларға сертификат берді. Қарап отырсаңыздар, біздің мамандар сол жаңа сатып алынған барлық құрал жабдықтарда жұмыс атқарып, студентке үйрете алады. Ал енді жас маман жобасы келген кезде министрлік өкімет талап қойған, ол 180 колледж жаңарған екен, не болады оларда, не үшін жаңардық? Бірінші кезекте біз осы жас маман жобасы бойынша қаржыландырылған алынған құрал жабдықтардың негізінде жаңа WorldSkills чемпионатын дайындайтын тренировочный лагерь ашу керекпіз. Біз ондай лагерь аштық. Оған қоса осы жас маман жобасының негізгі талаптарының бірі сол қаржыландырған колледждер міндетті түрде халықаралық аккредитациядан өту керек және салалық сертификатты орталық ашу керек деп тапсырма беретін болатын. Осы тапсырманың аясында біз жақында Турция еліне барып қайттық. Сол халықаралық аккредитациядан өту үшін Турцияның сыртқы істер министрлігінің жанында Тюркак деген аккредитация орталығымен былайша айтқанда жұмыс жасаймыз деп келдік. Одан бөлек жаңа айтқандай біз Қазақстан емес, біз СНГ-де осындай құзыреттілік орталығы ашылған оңтүстік экономикалық аймақта. Жалпы дүние жүзінде экономикалық аймақтардың бір кеңістігі бар. Соның ішінде Турцияда Денизли қаласында 213 жаңа жеңіл өнеркәсіп саласында жұмыс жасайтын кәсіпорын шоғырланған Денизли индустриалды аймағы бар екен. Соның ішінде сол тек аймаққа тиесілі, сол аймаққа қажетті жұмысшы маман дайындайтын колледж бар екен, Дослек деген. Сол Денизли орталығына бардық. Келісім шарт жасадық. Жаңа өзіміздің әріптес колледжбен де келісім шарт жасадық. Нәтижеде неге қол жеткіздік? Нәтижеде біздің студенттеріміз о жаққа практикаға да барып, тәжірибе алмасуға, және біздің ұстаздарымыз стажировка біліктілігін арттыруға келісім шарт жасап келдік. Бұл былайша айтқанда жаңа халықаралық аккредитацияға бет бұрудың бірінші сатысы. Ол жерде бірінші талап халықаралық әрекет. Қай деңгейде деген сұрақ болады. Сосын халықаралық баспа құралындағы материалдар қандай деп сұрақ болады. Сол тапсырманы орындау бағытында сол жаққа бардық. Ал енді салалық сертификаттау. Салалық сертификат дегенде ол біз колледждер студентке бітіретін кезде диплом береміз. Оған қоса оның біліктілігін растайтын сол салаға сайма дейтін жеке независимый орталықтар бізге сертификат беру керек. Сол сертификат беру мүмкіншілігі біздің колледждің мұғалімдері жаңа Тюркак аккредитация орталығы арқылы аккредитациядан өткен жағдайда олар сертификаттау құзырына ие болады. Демек біз сол екі бағытты да осы Турцияға барғанда сондай үлкен былай жүру бағытын жүйелеп келдік. Негізінде осы жаңа білімді ұлт бағдарламасында 25 жылға біздің Шымкент қаласының екі колледж енген, халықаралық дәрежеде мойындалу керек деген. Оның бірі біз қазір Қазақстан бойынша 20 колледж еніп тұр. Сол халықаралық дәрежеде 25 жылы өзінің дүниежүзіне мойындатып, жаңа реестрге ену керек деген. Сол 25 жылға дейін біздің атқаратын жұмыстарымыз осындай болып келеді. Негізінде колледждің барлық әрекеті стратегиялық даму аясында жүреді. Стратегиялық даму аясында жол картасы әзірленеді. Оның барлығы
Қазақстан Республикасының білім ғылым министрлігінің жанындағы талап акционерлік қоғамы осы біздің кәсіптік техниканың бағытын жүйелеп отыратын орталық болып келеді. Соның реестрінде тұрамыз. Былайша айтқанда 25 жылға дейін не істеу керек, біз бұның бәрі жүйелеп ол жерде тұр. Жалпы біздің колледжіміз осы күнге дейін аккредитациядан өткен колледж, Қазақстан деңгейінде жаңа институционалдық мамандандырылған аккредитациядан өткенбіз 18 жылы. Оған бөлек колледжіміз бүгінгі күнге дейін қазірде СМК халықаралық сертификатталған уровеньде тұрған колледж болып келеміз. Министрдің приказымен біздің колледж тоқыма саласының әдістемелік орталығы болып келеді. Біз Қазақстан бойынша тоқыма саласының жаңа сертификат несінің тестін дайындайтын, оқу әдістемелік құралдарын дайындайтын колледж болып келеміз. Енді өзіңіз мынау айтып өттіңіз, енді халықаралық деңгейде дамитын колледждердің қатарына еніп отырмыз. Яғни осы санаулылардың ішінде. Соның ішінде мынау бауырлас Түркия елімен қарым-қатынас орнату жалпы оқу орнына қандай жауапкершілік жүктейді? Болашақта бір студенттерді жіберу ойда бар ма осы бағытта? Бар. Жалпы Турция елі екі бағыт бойынша жұмыс алып барады екен білім саласында. Біреуі Анадолийский деп аталады деген. Анадолы ол баяғы біздің Совет одағынан келе жатқан линейка. Мысалы үшін мақтадан жіп жасайды, жіптен мата тоқиды, матаны бояйды, оны зат қылып шығарады, комплектовать етіп сатады. Екінші бағыты олардың кредиттік модульдік тәсілмен білім береді екен. Біздің Қазақстан осы жас маман жобасына енген колледждерді 21-22 оқу жылдарында осы кредиттік модульдік технологиямен білім берсін деп тапсырма берген. Бұл ЭКВЭТ, бұл Евроодақтың европейский кредиттік білім беру жүйесі болып келеді. Біз осы ЭКВЭТпен биыл бірінші жыл, ендігі жыл, үшінші жылы, уже осы 3 жылы біткен біздің студентіміз дүние жүзінің жаңағы ЭКВЭТ бағдарламасымен білім алған студент деп уже диплом шығады. Бұл біздің тәжірибемізде сондай. Ал енді Түркия еліндегі бауырласпен жұмыс жасайтын болсақ, жаңа айттым, олар екі бағытпен білім береді екен. Екеуіне де бізге келе береді. Себебі дүние жүзінің 70 елге жуығы баллон процесімен береді. Баллон процесі деген сөз стандарттары жүйелеп бірге келеді. Бірақ ішінде бір кішігірім өзгерістер болады. Мысалы үшін біздің Қазақстандағы біздің тігін саласындағы кредит 24 сағат болса, оларда 40 сағат екен. Олар көбінесе баланың жаңа еркін өзі бір дамуға, бір творчество жағын акцент көбірек береді екен. А бізде кәдімгі стандарт бойынша ол осы модульда нені білу керек деп жүйелеп қойғанбыз. Былайша айтқанда, әр елдің өзінің бір әрекетіне қарай сәл-сәл өзгерістер, бірақ адасы түбі бір. Демек біздің студенттер ояққа барып білім алады. Бірақ осы 2 жыл 10 айдың ішінде бару керек, бітіріп кетпеу керек. А бітіріп кеткеннен кейін ол уже жоғары орынның жаңағы талаптарына келе береді. Гүлмира Жаппарқызы, енді өзіңіздің осы білім саласында, оның ішінде мынау басшылық қызметте тәжірибеңіз өте мол. Аудан деңгейде жұмыс істедіңіз, облыс деңгейінде жұмыс істедіңіз. Жалпы енді осы бір колледжге басшылық қызметке келгеніңізге де бірнеше жылдың жүзі болды. Жалпы алға қойған жоспарларыңызды толыққанды орындауға мүмкіндік болды ма бүгінгі таңға дейін? Әлде қандай жоспарларыңыз бар алда? Стратегиялық жоспарда барлық көрсетеді. Біз оны талқылаймыз, былай жасаймыз деп, сосын оны ортаға саламыз. Бұның барлығы адами капиталға барады. Осы колледждің әлеуеті қалай? Ал енді осы соңғы жылдары мен айталам, біздің колледждің барлық мамандары өзі тәжірибеден өтті. Халықаралық болсын, Орта Азиялық болсын, барлығы жаңағы деңгейін көтерді. Не болса да мамандар жасайды ғой бар әрекетті. Сондықтан біз команда болып алдымызға қойған жоспарын бәріне жетіп келеміз. Алдымызға қойған жоспарымыз одан да әрі. Дәл қазір біз осы жаңағы құзыреттілік орталығымызды жаңағы сертификаттық орталығында айландырсақ, колледжімізді халықаралық аккредитациядан өтсек деген жоспарымыз бар. Одан бөлек біз осы алдымызға қойған сондай бір арманымыз бар деу керек болады. Енді ол жеңіл өнеркәсіп саласының международный халықаралық деңгейде бір институт ашсақ деген. Өйткені жеңіл өнеркәсіп саласы дүние жүзінде әр елдің өзінің классификаторына қарай бағыт-бағдар алады. Осындай бір кеңістікте бір институт дегенде бір орталық ашсақ деген ойымыз бар. Осындай үлкен арман. Енді тігін өндірісінде жеңіл өнеркәсіп және сервис колледжі Шымкент қаласындағы толыққанды бәсекеге республика деңгейінде бір кез келген бәсекелестікке төтеп бере алады деп айта аламыз. Осы уақытта сіздерге осы оқу орнының өзінде бір тапсырыстар түсіп жатыр ма? Осы жағына тоқталыңызшы.
Жалпы біздің білім алушылардың бар мемлекеттік тапсырыс аясында білім алады. Ал енді жаңағы өзіңіз айтып отырсыз, бәсекеге қабілетті. Жалпы біздің колледжіміздің миссиясы бар. Білімді, білікті, бәсекеге қабілетті маман дайындау. Иә, біз сондаймыз. Қазақстан деңгейінде, Қазақстан кеңістігінде жеңіл өнеркәсіп саласымен тек осы бағытпен айланысып маман дайындайтын біз бір ғана колледжбіз. Тапсырыс аласыздар ма? Тігінге мысалы студент кезінде мысалы қандай тапсырыстар келеді, қай мекемелермен тығыз байланыста жұмыс істеп келатсыздар? Жалпы біздің колледждің дәл қазіргіде 32 әлеуметтік әріптесі бар. Оның екеуі жоғары оқу орны, оның біреуі жаңа атамекен, біреуі жаңа оңтүстік экономикалық аймақ, қалғаны барлығы осы Шымкент қаласындағы оңтүстік өңірінде, Астанада, Алматыда ірі тігін фабрикалар. Мысалы үшін Астанада комплекс бар, Ютария деген. Біз сонымен келісім шарт жасап, біздің студенттер жаққа практикаға барады, сол жаққа жұмысқа жайғасады. Бір ғана мысал айтайын, жаңа мүмкіншілігі шектеулі біздің бір студентіміз сол жаққа барып, қазір 500 мың теңге айлық алады. Біздің жастарға Алматыға барып тұруға, Шымкентке барып, Шымкенттен шығып жаңағы Астанаға барып тұрып жұмыс жасап, сол жақта бір өмірін жолын тауып кетуге барлық жағдай жасаймыз. Осы біздің Алматы қаласында Семирамида деген баяғы қыз жібек фабрикасы бар, пальто тігетін. Сонымен де біз әріптеспіз. Ал енді Шымкент қаласындағы тігін саласында өзіңіз білесіз, Гаухар, Казпласт деген сияқты фабрикалармен тығыз байланыс жасаймыз. Одан бөлек тоқыма саласына келетін болсақ, Бал текстиль, Назар текстиль, Алембыты, Азала барлығы біздің әлеуметтік әріптес болып келеді. Альянс деген сияқты, бұлардың барлығы өзіңіз білесіз, ол Қазақстан деңгейінде ірі кәсіпорындар. Ал енді жаңағы тапсырыс дегенге келетін болсақ, біз осы жас маман жобасы бойынша қаржыландырған колледждер, осы жергілікті атқарушы билікке министрліктен тапсырма берілген, біздің колледждердің құрылымын өзгерту керек. Қазіргі ГКП ғой, қазыналық коммуналдық кәсіпорын ТО-ға өту керек. Сонда біз толығымен кәдімгі толыққанды фабрикамен конкурент болып өнім тігіп сата аламыз. Қазіргі таңдағы біздің жаңағы колледждің ережесінде біз акцент білімнің сервис, басымдық сол. Ал анында қосымша ақы табуға жарлығымызда шектеу бар. Оны тек орталықпен келісіп қана жасаймыз. Дегенмен бір жүзеге асыруға толыққанды мүмкіндік жетеді бүгінгі таңда. Толығымен жетеді. Басынан бастап нүктеге дейін. Осы атқарылып жатқан жұмыстардың барлығы да мынау мамандарды тұрақты жұмыспен қамту. Сіздер оқытып жатқан мамандарды жалпы оқу бітіргеннен кейін сол өзіне лайықты жұмысын тауып болмаса кәсібін ашып кетуге жағдай жасау болып табылады. Қанша пайызға жетіп отырсыздар осы бағытта? Сұрағыңыз өте орынды. Мынау жаңа кәсіптік білім техникалық бағытта дуалдық жүйе деген бағыт бар. Дуалдық жүйе деген сөз студент осы колледжге келгенде 60% практика, 40% теория болып келеді. Бұл практика ориентированный дейді. Біздің бала екінші курстан бастап өзін жаңа бірінші курста түскенде біз қай фабрикамен дуалкаға келісімшарт қоямыз дуалдық жүйеге, сол фабриканың кіреберісіндегі тұрған құрал жабдығынан соңғы комплектациясына бала сөйлеп жүріп, сол жерге жұмысқа жайғасып кетеді. Жаңа айттым, 32 әлеуметтік әріптесіміз бар, оның екеуі жоғары оқу орны. Біздің түлектердің бірі сол 20%-ға жуық жоғары оқу орнына түсіп кетеді. Қалғаны жаңағы ары қарай заводтарға барғанда біздің оқушыларымыз екінші курстан біледі уже қайға жұмысқа баратынын. Өзінің жаңағы несіне стипендиямен қоса сдельный табыс табыла береді. Біздің Қазақстан Республикасының еңбек кодексі бар, 14 жастан, 16 жастан бастап сағатқа қарай ол дуалдық жүйе негізінде договорға тұрып айлық ала береді. Ол бала оны қажет десе, оның трудовойына да жазыла береді. Вот енді әр баланың жаңағы өзінің ниетіне қарай. Ал жұмысқа жайғасуға келетін болсақ, біздің түлектеріміз енді жаңағы басым көпшілік қыздар болғаннан кейін тұрмысқа шығып жатады. Бірақ толығымен жұмыспен қамтыған. Ол 100%, ол даже 99 емес. Өйткені тігін саласы, ол бір үйде бір тігінші жыртық жамауын тігіп отырса да ол салалық бағытын сақтап отыр. Сондықтан біздің жаңа тігінші мамандығы Қазақстан Республикасының еңбек министрлігінің аса қажетті мамандығын тізіміне енген мамандық болып табылады. Соның өзі аңғартып отыр ғой, бұл мамандық алған ешқандай жағдайда да жұмыс қалмайды. Өмірдің несіне қарай әртүрлі бола береді өзгеріс. Қажет етсе фабрикаға барады, қажет етпесе бір машинка алып, бір көшені тігіп отыра береді. Нәпақасын тауып, бала шағасын баға береді. Осындай бағыттағы колледж болып табыламыз. Сондықтан жұмысқа жайғасу деген бізде жоқ.
проблеманың өзі жоқ. Еңбек бойынша айналысатын орталықта бірнеше бағдарламалар шығып кеткен, жастар практикасы, басқа. Соның бәрінің қатысушы біздің балдар. Одан бөлек ертерек айттым, біз 3 айлық курстар оқыттық жұмыссыздарға деп. Соның өзі өткен жылы 500 мыңнан не алып, грант барлығы ИП ашып кетті. Осындай әрекетте жұмыс жасап келеміз. Сондықтан біздің оқушылардың жұмысқа жайғасу деген тақырыбының өзі өте жоғары қойылады. Әрине көп жерде атамекенде, басқа бір орталықтарда айтып жатады, колледжді бітіреді, жұмыс таппай сандалып жүреді деп. Енді мен ойлаймын, ол біздің мамандыққа келмейді ол. Былайша айтқанда, қыз баласы үйінде отырып тігіс тіксе де, оған үйіндегі адам машинка әпереді ғой. Машинканы ең арзаны мысалы 30 мың 40 теңге тігеді. Ол қол машинка. Ал біздің балдар ол автоматты тігетін машинкалар. Ал енді оған қоса біз тігінші бұларға біз былтыр 75 баланы, биыл 150 балаға WorldSkills стандартын білет деген skills паспорт беріп жатырмыз. Skills паспорт деген ол WorldSkills ағымына кірген дүниежүзінің 75 елі болса, сол 75 ел мойындайтын паспорт болып табылады. Біздің түлегіміз, мысалы сол skills паспорт алып деп, любой елге барып көрсетсе, бұл стандартты білет деген аңғартады. Оның өзі біз үшін үлкен жеңістік деп келеді. Жалпы мынау мамандық оқытуда жетістіктеріңіз мол. Мынау соңғы жылдары материалдық техникалық база нығайып жатыр. Ғимарат жөндеуден өтті. Бұның барлығы да мемлекет тарапынан жасалып жатқан қолдауларға байланысты екендігі анық. Осы тұрғыда не айтасыз? Жалпы мемлекеттің қолдауы өз нәтижесін қай жылдардан бастап бере бастайды? Осы жас маман жобасы бар. Бұл да бір халықаралық стандарттарға сай оқытудың бірден бір негізі деп айтсақ болады. Дұрыс айттыңыз, жас маман жобасымен мат базаны жаңғырттық. Одан бөлек жан басына шаққан қаржыландыруға өттік деген сөз. Ол бала кел, баламен қаржы келді. Бала кел, баламен қаржы келді деген сөз. Ол қаржымен сен әрекет ету мүмкіншілік пайда болды. Сондықтан мемлекет деңгейіндегі осы жан басына қаржыландыру, жас маман деген бағыттарындар өте бір дұрыс келді. Барлық осы кәсіптік білімдерге тегін келеді. Ол, былайша айтқанда, нарықтық әрекеттің нәтижесі ғой. Сен сұранысқа иесің, лайықтысың, саған келіп тұр. Ал енді саған сұраныс болса, оқушыны зорлап басқа айтсаң да келмейді ол. Сұраныс жоғары, жағдай жасалынған, осындай оқу орнында оқығысы келеді. Сөйтіп оқуға түседі. Былтырдан бастап біздің колледжге оқуға түсу. ЕГОФ арқылы тапсырыс береді. Келіп собеседование жасайды, өте береді. Ал енді мүмкіншілігі шектеулі, ерекше білімді қажет ететін балалар ПМПК-ның заключениесімен келіп бізде білім ала береді. Ол енді жұмыс істеймін дейтін адамға жұмыс көп, әрекет етемін дейтінге әрекет те көп. Бүйтіп отыра беру керек. Ол саған сеніп сол орынды берді, сол жерден айлық алып отырсың. Сен жақсы жұмыс істеу керексің. Ол бүгінгі таңда президенттің де талабы солай. Сен жұмыс істе, жақсы жұмыс істесең, сол елге қосқан, отаныңа қосқан үлесің. Азаматсың осы Қазақстан. Сондай деп талап етіп келеді. Өзі мен бірінші мамандығым экономист, мен финансист экономист. Мен бар нәрсені жобалап, жоспарлап, сосын барам. Сондықтан болар, наверное, барлық жұмысымыз жүйелі, жоспарлы, нақты орындалды. Өзіңіз жоғарыда айтып өткен жан басына шаққанда қаржыландыру. Яғни ол мемлекеттік тапсырыс аясында әрбір студенттің жалпы оқу ақысы мемлекеттен төленіп жатыр ғой. Осы тұрғыда енді Шымкент қаласында ахуал қандай? Сіздерден 1100 студент бар екен. Сол 100% жан басына шаққанда қаржыландыру есебінен білім алып жатыр ғой. Мысалы үшін жаңа мемлекеттік тапсырыстың өзін қалай қалыптастырады? Мемлекеттік тапсырыс мысалы үшін жаңа 28 айттым ғой, колледждің әлеуметтік әріптесі бар, кәдімгі кәсіпорындар солардың тапсырыс алады. Маған мынау керек, мынау керек, мынау керек деп. Бір ғана мысал айтайын, бүгінгі таңда 6000 тігіншіге сұраныс бар. Біз не бар 350 ақ шығарамыз. Сұраныс жоғары кете береді. Тоқымаға да дәл сондай. Тоқыманы қазірдің өзінде 2700 балаға тапсырыс бар. Біз 150 ақ бала шығарамыз. Былайша айтқанда ол кете береді тапсырыс сұраныс. Ал Шымкент қаласының жаңағы мемлекеттік тапсырыс қалыптастыруда сол сұранысқа лайықты мамандықтарды береді. Мысалы үшін қазір президенттің тапсырмасы бойынша технарлар деді. Бізге қазір осы оқу жылында технологқа мемлекет тапсырыс берейін деп жатыр. Ал бұрын осы технологқа біз ақылы жүзде оқытатынбыз. Сондықтан былайша айтқанда
нарықтық әрекетте өмір сүріп жатырған мемлекет болғаннан кейін бұл қашанда сұраныс пен ұсынысқа теңбе-тең келеді. Сондай закономерность дейсіз. Сол сұранысқа лайықты болған кезде ол мемлекеттік тапсырыс та, жан басына шаққан бала да келе береді. О деген сөз, мысалы үшін қазір өзіңіз осы білесіздер, жастарды бұрынғы әрекетпен үгіттей алмайсың. Бұлардың бәрі соншалықты әлеуметтік желіге сондай отырған, олардың білмейтіні, танымайтыны жоқ. Значит, сол тілмен сөйлеу керек. Біз қазір мынау колледждің өзінің сайты бар, Инстаграм, барлығында колледждің барлық тірістірістірін саламыз. Мынандай болады, мынандай болады. Мысалы үшін біздің студенттер жаңа өзара жарысады. Қай жаққа барады? Бірінші орын Түркістан барып көресің, оңтүстіктің әдемі жерлері, киелі жерлері сияқты мотивация жоғары. Сосын колледждің өзінің жастар комитеті бар орталығында, өзінің біздің студенттердің арасында өзінің институт самоуправления бар, президенті бар, министрлері бар. Солар отырып тірлік жасайды. Оларға біз бар мүмкіншілік беріп, еркін, тек заңнан шығып кетпе, былай дейміз. Сондықтан болар біздің студенттеріміз, жастарымыз бір сондай жарық, бір сондай жанып тұрады. Прям әрекет, не қапарсаңыздар деп. Театрдан шықпайды біздің студенттер. Біз бірнеше театрмен келісімшарт жасағанбыз. Театр жаңа постановкасы біздің студенттер барып көреді. Енді қарап отырсаңыздар, біз жас маман, жас буынды тәрбиелеп, тұлға қалыптастыру керекпіз ғой. Біз осы колледжде үнемі жауап кеткен кезде айтамыз. Бұл балдар жақсы нәрсемен ойда кету керек. Колледжден. Көп жерде мынандай қалыптасқан. Ой, мектептің жаман оқитыны барады, сондайдан жоқ, ондай емес. Қазіргі соңғы осыны жан басына шаққан қаржы балтыры енгелі беріп, біздің студенттердің арасында жаңағы WorldSkillsқа қатысам, DevSkillsқа қатысам, Обелимске қатысам. Бұл колледжде сондай мүмкіншілік бар деп келеді. Мысалы үшін былтыр Таразда Аспара Fashion Week деген сән байқауы өтіп жатты, бір апталық. Қазір де сол болып жатыр. Ол жерге дүниежүзінің 32 мемлекеті келді. Барлығын өзінің коллекциясын қосты. Біздің колледжде де бір коллекция өтті. Бірінші орынға өтті. Сосын Европада бізде байқау болды. Испанияда біз сол жерде көшпенділер коллекциясында бірінші орын алдық. Оның барлығын сол коллекцияны киіп шығады, подиумға көрсетеді біздің студенттер ғой. Оны тігетін де студенттер, авторский разработка, дизайнер болғанмен тігетін оқушылар болады. Сондықтан соның соавторы деп анау үлкен аренада сол колледждің түгеншесі, сол колледждің жаңағы түлегі дегенде енді ана баладан бақытты адам жоқ. Ал енді біздің колледждің халықаралық дәрежедегі жетістігіне келетін болсақ, біз Евроскиллсқа барған кезде 43 мемлекеттің ішінде 10-дықта орын алдық біздің колледждің студенті. Ал енді анау DevSkills, WorldSkills'та бөлек ол жағы мүмкіншілігі шектеулі балдардың арасында чемпионатта біз Қазақстанда өтемді бірінші орын аламыз. Ал жаңағы Ресей Федерациясында өтті, DevSkills өтті. Обелимс ол жерде 2-3 орындарды алып келеміз. Былайша айтқанда біз үлкен кеңістіктеміз. Қазақстан емес, ол СНГ емес. Дүниежүзілік кеңістікте, мысалы үшін мүмкіншілік шектеулі балдарда біз Америкамен де жұмыс жасаймыз. Біз Белоруссия, былайша айтқанда кеңістік жоқ бұл жерде. Барлық социальный сеть арқылы, Zoom арқылы біз жаңағы халықаралық конференцияға қатысып, өзіміздің жетістігімізді, олардың жетістігін біліп отырамыз. Соған сәйкестендіріп өзіміз әрекетімізді алып бара береміз. Жас маман жобасына ілінбеген мамандықтардың ахуалы қандай бүгінгі таңда? Оларға материалдық техникалық база жетіспей отырған жоқ па бүгінгі таңда? Жас маман жобасының өзі іріктелген кезде жаңағы 100 аса қажетті 100 мамандыққа ғана берілді. Ол атлас новых профессий деген бар. Былайша айтқанда әрбір мемлекет өзінің қазба байлықтары бол, басқа байлықтарына қарай өзіне қажет атлас жариялайды. Біздің Қазақстанда сол атлас новых профессияға жаңа тігінші кірді. Сол 180 колледждің барлығы сол 100 мамандықтың ішінде ғана. Мысалы үшін біздің тоқыма 100-ге кірмей қалды. Енді оның барлығы қазір социальный сеть арқылы отбормен өтті ғой. Жаңағы анкета болды, атамекен жұмыс жасады. Сондықтан енді ол жас маман жобасына енбеген колледждердің жағдайы мүшкіл деп айта аламын. Яғни сіздерде барлық мамандыққа осы база жетіп жатыр қазіргі таңда? Түгелімен жетіп жатыр. Біз енді қазір алдымызға жаңа мамандық ашу жоспарлап отырмыз. Мына атлас новых профессияда, мысалы үшін Европаның, Ресей Федерациясының осы тігін саласында 5 мамандығы бар. Жаңа осы 30 жылға дейін ашылу керек. Олар мысалы үшін бір ғана мысал айтайын, рециклинг. Біз бутылка өткіземіз ғой. Бұл жерде киім өткізесің. Оны обработка жасайды, ол қайтадан киім ашылады. Мысалы үшін біз білетін сол Ocean, Waikiki-дің бәрі сондай.
екінші обработкадан өткен жіптен істелінген заттар, сондығымен олар арзан. Ал ресурстар шектеулі ғой. Мақтаны жаңадан жинап, одан жіп жасап, оны жаңа мата жасап шыққан, ол қымбат болады. Ал ескі киімді өткізіп, одан өңделген жіп, ананың бағасын 3 есе 4 есе арзан болады. Қазіргі мынау біздің көптеген сауда орталығында ірі брендтің бәрі бұл рецеклинг. Екінші рет өңделіп жасалынған жіптен шыққан өнімдер. Ол сол Ресей Федерациясының, Европаның жаңа ашылатын мамандықтар. Біз сол бағытқа жұмыс жасау керекпіз келешекте. Сол маманды дайындау керекпіз. Бұл жеңіл өнеркәсіп бағытындағы. Одан бөлек цифровой модельер. Цифровой модельер деген не ол? Мысалы үшін сіз рентген аппаратына кіресте өкпеңізді көресіз ғой. Рентген аппаратына тұрады, ол жаңа компьютерге шығады. Мынаның бойы мынандай, мынаның ені мынандай, мынандай киім жарасады оған. Сөйтіп біз сізге рецепт шығарып береміз. Сол рецептпен кез келген жеріңізде тіккізе бересіз. Сондай цифровой модельер деген жаңа мамандықтар бар. Жалпы айтқанда, өмір өзгере береді. Өмірдің талабына қарай бағытты өзгереді. Мысалы үшін келешекте осы тігін саласында дүние жүзіндегі жаңадан ашылатын мамандықтардың бірі, ол тігілген киім жуылмай, өзі тазаланып кете беретін қабілет. Сондай киімнің үстінде, мысалы үшін Америка, Европа, Россия жұмыс істеп жатыр. Сондай мата жасайды, өзі тазалана беретін. Біз қазір енді кірленсе жуамыз ғой. Жоқ, ол сондай қабілеті болады. При этом ол экологически чистый болады, синтетика емес. Енді қазір сіздің өзіңіздің жас маман жобасы бойынша алынған құрал жабдықтардың бір ғана нәрсесін айтайын. Біз алған машинканың бірі жіпсіз сваркілеп тіге береді. Костюмыңды да, курткаңды да, көлігіңді да. Лишь бы сол матаның құрамында 20%-дан жоғары синтетика болса болды. Өзі кеседі, өзі тігеді. Заман талабына қарай сұраныста оған дайындайтын мамандықтарды өзгере береді. Осының бағытында атлас новых профессий деген жүйелем жасалына береді. Сондықтан біздің мынау жеңіл өнеркәсіп бағытында әлі жаңадан дайындайтын мамандықтар алдымызда тұр. Ол бойынша біздің колледж жұмыс жасайды. Жас маманның талабы да сол. Шымкент қаласының оңтүстік арнайы экономикалық аймағы тігін тоқыма өндірістері шоғырланған аймақ. Осы бағытта жаңағы біздің студенттер сол жақта жалпы тәжірибеден өтіп жатыр деп жатсыз. Негізінен қай зауыттардың базасында қазір жұмыс істеп жатыр осы жерде? Бізде дәл қазір ғана айтайын, біздің колледждің жаңа практикасында, мысалы үшін Байер деген фабрика бар. Байер жаңағы мынау Альянстан шыққан жіптен марля тоқиды. Соны біздің студенттер жасайды. Одан бөлек Әлем БТ. Әлем БТ қазір дүние жүзі бойынша білесіз, Италиямен келісім шарты бар. Олар носки шығарады. Сол носки тоқитын біздің балдар. Плюс соны носкидің басы тігеді ғой, соны тігетін біздің балдар. Сосын оны комплектовать етіп шығаратын балдар. Одан бөлек бал текстиль, назар текстиль, сол жерде біздің балдар жаңағы тоқиды. Ал енді тігін саласына келетін болсақ, оңтүстік экономикалық аймақта АГФ фабрикасы бар, ол Икеаға жатын заттарын тігеді. Соның бәрін біздің студенттер сөйлеу практикаға барып өтеді. Бұл тек оңтүстік экономикалық аймақтағы қатысты дүние. Одан бөлек бізде Сагитекс деген бар. Ол жаңа ішкі киім бар ғой, трикотаж, соны тігіп шығарады. Ал енді жаңа кожаға келетін болсақ, біздің әлеуметтік әріптес Люкшус аяқ киім шығарады, біздің балдар сөйтіп жүреді. Енді біздің балдар бірінші кезекте профобучениені колледжде өтеді, ал өндіріс тәжірибені жаңа фабрикада өтеді. Сондықтан жаңа дуалды жүйе болады ма, басқа келісім шарттар болады ма, сол кәсіпорынның құрал жабдықтары қандай, ол қалай бағытпен жұмыс жасайды, сол практикалық нелерді қойылады. Сол бойынша балалар практика өтеді. Жаңағы айтып отырған, мына оңтүстік экономикалық аймақтағы қазіргі жұмыс істеп отырған барлық кәсіпорында біздің студенттер жұмыс істеп жатыр. Практика өтіп жатыр, арқай жұмысқа жайлап жатыр. Осындай жетістіктерге ие колледждің оқытушылар, яғни оқыту өндірістік шеберлері жеткілікті ме? Бүгінде мамандар тапшылығы жоқ па сіздерде? Бізде солай қалыптасқан, енді жаңа айтып отырмын ғой, женский коллектив болғаннан кейін ба, өзі бірі декретке кетіп жатады, орнына келіп жатады. Дәл қазір бізде сондай үлкен бір қажеттілік бар деп айта алмаймын. Қазір бәрі өз орында. Біз тікелей жаңа Алматы технологиялық институтымен жұмыс жасаймыз. Соңғы жұмысқа кіргенім бар, АТУ-дың Алматы технологиялық университетінің түлектері. АТУ-ды неге мен айтып отырмын? АТУ, мына Жамбылдағы университеттер, бұлар именно бізге қарай мамандандырылғанда жаңағы. Сондықтан ояқтан келген түлектер дұрыстау болып келеді. Ал енді мынау біздің Мұхтар Әуезов университетінде осы жеңіл өнеркәсіп саласы кафедрасын бітіріп келетін біздің. Дәл қазір 23 студент жүр, практикада өтеді бізде. Дәл сол сияқты мына оңтүстік педагогикалық институтының жаңа кәсіптік білім факультетінің
студенттері бізде практикадан өтеді. Екі жоғары оқу орнының біз практикалық базасы болып келеміз. Олармен дуалдық жүйе бойынша келісімшарт жасағанбыз. Ал енді тапшылық жоқ. Сол практикаға келген балдардың ішінде бір дұрысы болса, өзі-ақ осы жерде қалайыншы деп жаңа жастар практикасына келіп, ары қарай жайғасып кететін жағдай болды. Бірақ енді дәл қазір бізде сол мамандыққа қатысты сонда қажеттілік жоқ. Өзі бұрыннан істеп келе жатқан адамдар өздері солай бір жүйелі, дұрыс, біліктіліктері өте жоғары мамандар жұмыс атқарады. 1100-ден астам студенттің ер балалар, осы тігін мамандығын таңдайтын ер балалар бар ма? Енді қанша пайызын құрайды енді? Енді әрине пайызы төмендеу, бір ары кетсе 3% шығар жаңа. Ал тоқымада 100% ер балдар бізде. Ал жаңа тігін, оның ішінде модельерінде бізде балдар көп. Мысалы үшін бізде осы мұғалімдеріміз бар, бір 8 ер азамат мұғаліміз, осы тігін саласының жоғары білім бітіріп келген азаматтар. Оқушылардың арасында, мысалы биылдың өзінде балдар бар. Өзі келешекте тігін цех ашам. Сосын жаңағы мен айттым, біз кожа тігетін, сосын жаңағы тяжелый материал тігетін бізде мастерской бар деп. Ол тяжелый материал тігетін мастерской деген не? Мысалы үшін мебельді обшивать етеді ғой. Соны біз үйретеміз. Плюс лазер кесуді үйретеміз. Сонда бізге оқып жатқан балдар айтады, мен әкемде мебельный цехы бар, мен соны үйренемін, қаптайды. Сосын жаңа көбісі енді барлық машиналардың чехолдары бар ма? Соның бәрін үйретеміз. Былайша айтқанда сұрағыңыз орынды. Соңғы жылдар ер балдар көбейіп келеді. Хотя дүние жүзінде тігін саласында ер азаматтар істейміз. Мысалы Турция елінде біз барлық тек ер азамат, бір қыз көрген жоқпыз. Солай қалыптасқан. Сосын бізде қазір мүмкіншілігі шектеулі ерекше білімді қажет ететін балдардың осы тігінге келгенде сұраныс өте жоғары. Бәрі балдар почти, қыздар аз ол бағытта. Гүлмира Жаппарқызы, мынау уақытыңызды бөліп, Шымкент қаласындағы жеңіл өнеркәсіп және сервис колледжінің тыныс тіршілігімен таныстырып, мұндағы жетістіктерге тоқталып, ой бөліскеніңізге алғысымызды білдіреміз. Алдағы үлкен жоспарларыңыздың сәтті жүзеге асуына тілектесіміз.